Дуэйн Джонсон тас деген атпен белгілі. Дуэйн Джонсон актер, балуан. Гиннес рекордының иегері, актер «Мумия оралады» фильміндегі дебюттік рөл үшін ең жоғары гонорар алды, $5 миллион. Дуэйн Джонсон сондай-ақ көрермендерге әйгілі «Мумия қайтып келеді», ұзын бойда жүру, Амазонка қазынасы, Дот түспері, басқа жігіттер, G.I. Retaliation 2, Hercules және Fast and Furious франшизасындағы бірнеше фильмдер. Дуэйн 1972 жылы 2 мамырда Америкада дүниеге келген. Дуэйн Джонсон ішінара бір ұлттан. Полинезиялық, жартылай қара жаңа шотландиялық, бірақ одан да маңыздысы, The Rock тұқым қуалайтын балуан. Ата, әке, нағашылары. Дуэйннің немере ағаларының барлығы күрестен күн көрді. Тіпті анам мен әжем де күреспен айналысқан. Анам күйеуінің промоутері, ал әжем әйелдер клубының директоры. Оның әкесі жұмыс үшін үнемі бір жерден екінші жерге көшіп жүрді. Сондықтан Дуэйн бірнеше мектепті ауыстырды. Ол Жаңа Зеландияда, Гавайиде оқып, дипломын Пенсильванияда алды. Кіші Джонсон әкесінің жаттығуларына жастайынан қатысып, 12 жасында ауыр атлетикада бағын сынап көрді, бірақ сәтсіз аяқталды. Содан бастап ол әкесінің қол астында жаттығады. Аз адамдар біледі, бірақ Дуэйн Джонсон қылмысқа қатысты. Оның қылмыстық мансабы жасөспірім шағында басталған. Ол туристерді тонап жүрген жігіттерге қосылды. Гавай 17 жасқа толғанға дейін Дуэйн ұрлық жасаған үшін 9 рет қамауға алынған. Оның үстіне жастық шағындағы қызу мінезінің салдарынан төбелескен үшін талай рет қамауға алынған. Орта мектепте бала американдық футбол ойнай бастады және көрсетті. Жақсы нәтиже көрсеткені соншалық, бірнеше университеттер оған оқуды ұсынды. Дуэйн Майами университетінің психология және криминология факультетіне оқуға түсіп, оны 1995 жылы бітірді. Ол өзінің мансабын американдық футболда жалғастырар еді, бірақ арқа жарақаты кедергі болды. Содан кейін Джонсон күресті бастады. Күрес. Дуэйннің дебюті 1996 жылдың күзінде өтті. Ол көрермендер алдына Rocky Maivia лақабатымен шықты және сол жылдың аяғында ол өзінің алғашқы чемпиондық титулын жеңіп алған болатын. Балуан ереже бұзбай, әділ өнер көрсетуге тырысты. Басында көрермендерге ұнағанымен тез жалықтырады. Сөз сөйлеген кезде Джонсонды жиі гуілдеп, адамдар оның кетуін талап етті. Спортшы үзіліс жасауды шешті. Дуэйн рингке жаман жігітті Rock ретінде оралды. Бұл атау сонымен қатар балуанның көрнекті параметрлерін ерекше атап өтті. Дуэйн Джонсонның бойы 196 см және салмағы 118 кг. Жаңа имидж мен күрес стилі палуанға танымалдылық әкелді. Дуэйн өзін өзі атады. Халық чемпионы елге оралған соң, осы уақытқа дейін жұртшылық оны жақсы көріп қолдады. Күрестегі мансабының соңында The Rock 17 дүркін әлем чемпионы атанды. Фильмдер. Кинода Дуэйн Джонсонның шығармашылық өмірбаяны жарылыспен басталды. Голливуд режиссерлері Джонсонға 2000 жылы оның The Rock Speaks кітабы шыққаннан кейін қызығушылық танытты. Сол жылы «Мумия оралады» фильміне түсуге шақырылды. Бұл жұмыс үшін дебютант актер бұрын-соңды болмаған гонорар алды, $5 миллион, сондықтан ол Гиннестің рекордтар кітабына енді. Оның келесі рөлі қазірдің өзінде жетекші рөлде болды. Дуэйн Джонсон «Скорпион патшасы» фильмінде ойнады. 2011 жылы оның қатысуымен «Форсаж» фильмінің түсірілімі басталды. Жылдам және қаһарлы фильмдер жарысқа және қылмыскерлер мен полиция арасындағы қақтығысқа бағытталған. Машиналар көмегі. Дуэйн Джонсон 5-ші фильммен танымал қылмысты экшн франшизасына қосылады. Агент Хоббстың рөлі актер үшін арнайы қайта құрылды. Дуэйн Джонсон жай ғана экшн фильмдерінде ойнамайды. Ол комедиялық рөлдерді сомдаудан да жаман емес. Мысалы, Тіс ертегісінде және Ойын жоспарында. 2014 жылы Джонсон басты рөлді сомдаған Геркулестің премьерасы болды. Келесі жылдың көктемінде актер басты рөлді сомдаған 7-ші «Форсаж» фильмі, ал 2016 жылы орталық барлау басқармасы комедиясы жарыққа шықты. Шпиондық комедияда Дуэйн Джонсон агент Боб Стоунның басты рөлін сомдады. Бала кезінде агент толық бала болып өсті және сыныптастарының мазағына шыдады, бірақ кейін бұлшық еттері қатты супер шпионға айналды.
Боб есепші болып жұмыс істейтін және тек шытырман оқиғаларды, қуғын-сүргіндерді және атыстарды армандайтын ескі досын Кевин Харт серіктес ретінде қабылдайды. Сондай-ақ 2016 жылы Дуэйн Джонсон Моана мультфильмінде Мауиді дыбыстады. Мауи нарциссист жартылай құдай және басшының қызы, Моанадан кейінгі екінші басты кейіпкер. Бүкіл мультфильмде кейіпкерлер ортақ тіл тауып, негізгі миссияны орындауы керек. Мауи ұрлап кеткен құдайдың жүрегін орнына қайтару. Дуэйннің танымалдылығы үнемі өсіп келеді. Актердің түсірілім кестелері бірнеше жыл бұрын жазылады. Ал Дуэйн Джонсонның өмірін Инстаграмда 100 миллионға жуық жазылушы бақылайды. Жеке өмір. Дуэйн Джонсон Дэнни Гарсиямен 7 жылдай кездесіп жүрді. Актер кубалық әйелді университетте оқып жүргенде көріп, ғашық болып қалады. Олар азаматтық серіктестікте 7 жыл өмір сүріп, 1999 жылы ресми түрде некеге тұрды. 2001 жылдың тамызында Джонсон бақытты әке болды, оның әйелі қыз туды. Дани мен Дуэйн тағы 6 жыл бірге өмір сүрді, содан кейін олар ажырасып жатқанын ресми түрде жариялады. Актердің қызы бұрынғы әйелімен бірге тұрады, ал Джонсон балаға қаржылық қолдау көрсетеді. Ажырасқаннан кейін ерлі-зайыптылар достық қарым-қатынасты сақтай алды. Ажырасқаннан кейін көп ұзамай Дуэйн Джонсон жаңа ғашығы Лорен Хашианмен бірге көпшілік алдына шыға бастады. 2015 жылдың 16 желтоқсанында Дуэйн қазір 2 баланың әкесі екені белгілі болды. Оның жаңа таңдағаннан актердің қызы Жасмин дүниеге келді. 2019 жылдың тамызында ерлі-зайыптылар қарым-қатынастарын заңдастырды. Дуэйн Джонсонның сол қолы, арқасы мен кеудесінің бір бөлігі татуировкамен жабылған. Бұл палуанның өмір тарихы мен Дуэйннің жеке құндылықтарын қамтитын Самоа дәстүріндегі тайпалық полинезиялық татуировкасы. Қазір Дуэйн Джонсон 2017 жылдың сәуір айында танымал фильмдер сериясының жаңа фильмі Форсаж 8 шықты. Фильм оның алдындағы фильмдер сияқты, көше жарыстары, қылмыс пен қуғынға толы. Дегенмен кейіпкерлер фильмдерде дамиды. Доминик, Вин Дизель, сүйікті жарымен бала айын тойлайды, фильмнің соңында әке атанады. Алайда отбасылық қуаныш қылмыстық төбелес пен арнайы операцияларға қатысуға кедергі келтірмейді. Дуэйн Джонсон сонымен қатар соңғы Форсаж фильмдерінде басты рөлді иеленген және екінші басты кейіпкер болып саналатын агент Люк Хопс ретінде оралады. Фильм франшизасының жаңа бөлігі туралы хабарландыру кезінде Дуэйн Джонсон Люк Хопс туралы бөлек спин-офф мүмкіндігі туралы да айтты. 2017 жылы актер экранға Baywatch комедиясында басты рөлде шықты. Фильм нұсқасы танымал американдық телехикая. Дуэйннің кейіпкері Тынық мұхиты жағалауында командамен жұмыс істейтін тәжірибелі жағажай құтқарушысы. Құтқарушылар жағажайдағы өлшенген өмірін қорқынышты жаңалықтар үзді. Олар үйреніп қалған жағажай көп ұзамай жоғалып кетуі мүмкін. Жергілікті ішімдік бизнесменде айналысатын түнгі клуб иесі жер телімдерін сатып алып, жағажайды жеке меншігіне алғысы келеді. Құтқарушылар өздерінің туған жағалауын барлық күштерімен қорғауға шығуда. 2017 жылдың 28 желтоқсанында актер әйгілі Джуманджи фильмінің жалғасы Джуманджи, джунглиге қош келдіңіз шытырман оқиғалы фильмінде басты рөлді сомдайды. Бұл жолы әрекет үстел ойында емес, бейне ойында өтеді. Джуманджи ойнауға шешім қабылдаған балалар жануарлар мен катаклизмдерді өз үйлеріне шақырмайды. Олар джунглиге, ойын әлеміне және дәстүрлі емес жолмен тасымалданады. Ойыншылар өздерінің денелері мен өзіне деген көзқарастарына ұқсамайтын аватар кейіпкерлерін алады. Қорқақ және ұялшақ бала Дуэйн Джонсон ойнаған ересек кейіпкер саяхатшыға айналады, ал ыңғайсыз, өзіне сенімсіз қыз епті Амазонканың денесін алады. Бірақ үлкен бұзақы мен мектеп сұлуының жолы әлдеқайда аз, екеуі де қысқа, ыңғайсыз ерлердің аватарын алады. Жігіттер үшін сіз жаңа бейнелерге үйренуіңіз керек. Олардан жасырын жақсы және жаман жақтарды тауып, бір-бірімен тығыз байланысты командаға айналуыңыз керек және әрине, мүйіз-тұмсықтар, қара мамбалар және жұмбақ тұзақтармен кездесуіңіз керек. 2018 жылы Дуэйн Джонсон басты рөлді сомдаған 3 фильм жарыққа шықты. Rampage, төменгі ғимарат және отбасымен күресу. Бұл ретте басқа да 10-нан астам үлкен бюджеттік фильмдердің режиссерлері олардың актер құрамына қосылады деген үміттерін білдірді. 2018 жылдың сәуірінде Джонсондар отбасы тағы бір қосымшаны қабылдады.
ал Дуэйн жанкүйерлерін өзінің үшінші жаңа туған қызы Тиана Джиямен бірлескен фотосуретімен қуантты. Джонсон жомарт сыйлықтарға сараң емес. 2018 жылы ол актер үшін барлық қауіпті трюктерді орындайтын дубль Танай Ридке жүк көлігін сыйға тартты. Әріптестер немере ағайын болғанымен егіз ағайынды сияқты. Ұқсастық әсіресе Дуэйн әлі күнге дейін шаштарымен көпшіліктің алдына шыққан кезде айқын болды. Бірге жұмыс істеу үшін ағасы кейінірек таз болып қалуға мәжбүр болды. Қиын көріністердің бірін түсіргеннен кейін каскадер жарақат алды. Оның көңілінен шығу үшін суретші оған эксклюзивті жүк көлігінің кілтін сыйға тартты. Көліктің суреті Джонсонның Instagram'дағы ресми парақшасында пайда болды. 2020 жылы The Rock бірге отбасы мүшелерімен бірге коронавирус инфекциясын жұқтырған. Балуанның айтуынша бұл өз үшін де, әйелі де, балалар үшін де ауыр сынақ болды. Спортшы барлығын қауіпсіздік шараларын сақтауға және денсаулықтарын жақсартуға шақырды. Актер Instagram'дағы ізбасарларына кейде шынайы өмірде күш қолдануға тура келетінін мойындады. 2020 жылдың қыркүйегінде түсірілімге кешігіп бара жатып, спортшы өз үйінде қамалып қалды. Электр қуатының үзілуіне байланысты кіреберіс қақпасы кептеліп қалды. 100-ден астам адамның көңілін қалдырғысы келмеген суретші қақпаны жыртып тастады. Содан кейін ол кедергісіз студияға барды. Кейін Дуэйн келесі жолы басқаша әрекет жасайтынын мойындады. Ол жай ғана кедергіден секіріп өтіп, такси ұстайды. 2021 жылдың көктемінде шыққан Форсаж франшизасындағы 9-шы фильм The Rock жанкүйерлерінің көңілін қалдырды. Олардың кумирі сюжетте болмады. Сұхбатында Дуэйн келесі финалдық бөлімдерге де қатыспайтынын мәлімдеді. Бақ актердің түсірілімнен бас тартуына Дизель екеуі арасындағы кикілжің болғанын хабарлады. Көптен күткен Джунгли круизі фильмінің премьерасы өтті. Джонсон экранда өмір ағашына қарай бет алған кеменің жанқияр капитаны ретінде көрінді. Дуэйнге фильмде басты рөлді сомдаған Эмили Блант қосылды. Шытырман оқиғалы комедияда. Қызыл хабарламада Дуэйн әлемдегі ең ұлы өнер орнының ізіне түсуі керек Интерпол агентінің рөлін сомдады. Іс сондай-ақ Райан Рейнольдс ойнаған әлемдегі ең үлкен алаяқты қамтиды. The Rock Comics экшн фильмінде қара адамды ойнады. Сонымен қатар, суретші франшизаның барлық алдағы фильмдерінде кейіпкерді ойнауға келіскенін хабарлады. Айтпақшы, дәл осы кейіпкермен жұмыс істеу, Скаланың айтуынша, оның кино мансабындағы ең қиын болды. Сұхбатында актер өзінің кейіпкерінің кейбір ерекшеліктері туралы айтты. Мысалы, оның Суперменнен айырмашылығы, соңғысының супер күшінен басқа сиқырлы қабілеттері де бар. Актердің үлкен жоспарлары бар, ол кем дегенде 5 ірі жобадағы рөлдерге бекітілді.